Сәлем, әр апта сайын сіз сөз ететін жұлдыздардың жұлдызы рейтингін анықтайтын кул тізбе назарларыңызда. Каку арнасы ашылғалы біраз концерт ұйымдастырылды. Осы уақыт аралығында қаншама әншінің жанды дауыстағы орындауларын естідік. Кейбіреуінен шошсақ. Енді бірі таспадағыдай таза шырқап шықты. Он рисует нас как будто во сне. Бірінші тізімге ілігетіндер жайында кейінірек айтармыз. Ал бүгін позитивтісінен бастайық, ендеше жанды дауыста да жақсы орындайтын әншілердің бестігін бастаймыз. Кеттік. 5-ші орын. 5-ші орынға басынан шляпасын тастамайтын Мархаба Сәби орналасты. Естеріңізге сала кетейік, Мархаба қалың көпшілікке белгілі отандық ән додадан танылып, көрсеткен өнеріне Әділқазылар алқасынан жоғары баға алды. Бүгінгі уақытта әншінің ұнайды маған, аялдама, май махаббат сынды біраз жұртты баурап алған әндермен бейнебаяндары баршылық. Ең бастысы Мархаба жанды дауысы ән айталатын әншілердің қатарында. Оған дәлел жыл сайын отандық әншілердің басын біріктіріп, жанды дауысы өтетін Каку дауысы фестивалінде әншінің өнер көрсетуі. Сондай-ақ Мархаба Көктөбе саябағында өткен Каку FM On Air'дің жанды дауыстағы концерттерінде де өнер көрсетті. Айтпақшы, өткен жылы осындай форматта ұйымдастырылған кеш әншінің бірі жоспарында іске асырған. Осындай форматта концертті өзім ойлап жүргем, осындай тыңдармандармен жүздесем деп, сондай тамаша бір мүмкіндік берді Каку. Сондықтан көп рахмет айтам. Осылайша әнші жанды дауыстағы концертке қуанышын жеткізді. Бұл кәсібиліктің белгісі десек артық айтқандық емес. Сондықтан 5-ші орында. 4-ші орын. 4-ші орында Ақтаудың сұлу қызы Луина. Әнші де қазақстандық шоу-бизнесте отандық ән байқаулардың бірі арқылы танымалдылыққа ие болды. Аталмыш жобада әншінің жолы болды. Өйткені Луина ол жерде продюсер Жомарт Сүлейменовпен бірге жұмыс жасау туралы ұсыныс түсті. Ал қазір әнші өзінің түрлі жанрдағы әндермен көптеген тыңдармандардың жүрегін жаулай алды. Луина жанды дауыста ән айтудан еш сескенбейтін әртістердің қатарында. Оған дәлел ретінде болар, әнші әлеуметтік желілерге мынадай видеоларын жиі жүктеп тұрады. Әдемі таза орындау екеніне келісетін шығарыстары. Луинаның осылай жүрекпен айтуынан болар біраз әндері қазіргі күні хитке де айналды. Өткен жылдың басында әнші азаматтық некеде тұрған Жомарттан кетіп, өзі жұмыс жасай бастады. Өзіңе ашылайын, жүрегіммен ғашық едім саған. Енді алыстамай ұмытайық бәрін, жаным келші маған. Сондай-ақ Луинаның осы әніне түсірілген бейнебаяны 6,5 миллионнан астам қаралым жинады. Өзіңе ашылайын, жүрегіммен ғашық едім саған. Енді алыстамай ұмытайық бәрін, жаным келші маған. Әрине, бұл әндері әншінің анау айтқандай дауысын көрсетпесе де, оның вокалдық мүмкіншіліктері көп екенін халық біледі. Сондықтан Луина 4-ші орында. 3-ші орын. Қол атақтың егері Нұржан Керменбаев халыққа Қапқарашка деген лақабатымен танымал болған әнші де жоғарыда айтылған әріптестерінен қалыспайды. Қазақтың қара баласы жанды дауысы ән айта алатын әншілердің қатарында. 2017 жылы Нұржан сахнада жүргеніне 10 жыл толғанына орай жанды дауысы ән кешін берген болатын.
Сондай-ақ Қарабала Гәкку дауысы фестиваліндегі фавориттердің бірі. Доғар, жанымды қинауыңды. Доғар, Керменбаевтың әндерінің көбісі халыққа жақын болғаны соншалық, әншімен бірге тыңдармандары да жарыса ән шырқайды. Өзіңсіз жүрген, жылап жүдеп, қолады жанарына мұңнан қара түнек. Ал Нұржанның Инстаграм парақшасына кірсең, шағын жанды дауыста концерт көргенде боласың. Тіпті Қарабала салған мына видеосының астына Инстаграм қашан 1 сағат береді екен, концерт беріп тастайтын деп әзілдеп те қалды. Бірақ жауабына неліктен мұң сыйладың сен маған. Байқағандарыңыздай, үлкен еңбегінің арқасында Нұржан халықтың сүйікті ұлына әрі әншісіне айналды. Ал ең бастысы жанды дауысы ән айта алады. Осы орайда қазақтың баласы Нұржанға шеруіміздің 3-ші орнын табыстаймыз. 2-ші орын. Құлаққа жағымды әрі есте қалатын дауысы бар Дильназ Ахмадиева бүгін 2-шіде. Әншінің әндері көп және әртүрлі. Онымен қоса Ахмадиева кез келген уақытта өз репертуарындағы әндерді таза, жанды дауыста айтып шыға алатындардың қатарында. 2012 жылы әнші жанды дауыста «Сердце мое» атты жеке кешін берді. Sen aşığım, güzel yarım, sevgen yarım. Sen güzel, köygen yarım. Senin bilen yar aramım, güzel ayım. Sen güzel, sevgen yarım. Ал 2016 жылы Дильназ жаңа үн таспасының тұсауын кескен еді. Әлбетте бұл кеште Ахмадиева жиналған қонақтарға оркестрдің сүйемелдеуімен жанды дауыста ән айтты. Сондай-ақ әнші 5 жыл қатарынан ұйымдастырылып жатқан Гәкку дауысы фестивалінің тұрақты қатысушысы. Со мной ты потерял себя, со мной время летело зря, со мной невыносимо жить, и нам лучше не быть, чем быть. Бүгінгі күнге дейін Ахмадиеваның тыңдармандарына шығарған бір талай әндермен бейнебаяндары баршылық. Алайда оның «Золотой» әні 2005 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін халық үшін хит. Оны Дильназдың өзі де мойындайды. То есть для основной массы основной твой хит, главный хит остается Да. «Золотой». И может однажды еще. А может однажды. Да. Скажи мне, пожалуйста, честно, если честно, Если честно. ты устала от «Золотого»? Конечно. Это честно. Бір сөзбен айтқанда, талантты әнші кез келген жерде «Золотойдан» бастап қазіргі күнге дейін шығарған әндерін және өзге тілдерде түрлі композицияларды орындай алады. Осылай бірнеше тілде жанды дауысы ән айта алатын Дильназ Ахмадиеваға бүгін шеруіміздің күміс медалін бермеске болмас. Ендеше Дильназ 2-шіде. Фонограмманы қажет етпейтін кез келген уақытта жанды дауысты ән шырқай алатын әншілердің ішінде кімнің үздік екенін білгіңіз келеді ме? Онда дәл қазір айтамыз. Тек өткенге көз жүгіртіп жіберейік. 5-шіде басынан шляпасын тастабайтын Мархаба. Таланты мен дауысы бар Луина 4-шіде. 3-ші орын қазақтың қарабаласы Нұржан Керменбаевта. Ерекше тембрлық дауысы бар Дильназ Ахмадиева 2-шіде. 1-ші орын. Әріптестерінен 1-ші сатыға озып шыққан ол Димаш Құдайбергенов. Қазіргі уақытта отандық әнші өзінің ерекше даусымен күллі әлемге танылуда. Тіпті өткен жылы Құдайбергенов Лондон қаласында да бірнеше бөлімнен тұратын жеке кешін берді. Әрине, жанды дауыста. Сондай-ақ Димаштың көрсеткен өнеріне әншінің жанкүйерлері өздерінің видео реакцияларын жасап жатады. Мәселен, британдық әнші Джесси Джей де Құдайбергеновтың ән айтып жатқан кезінде таңданысын жасыра алмай қалды.
Өзге елде Димаштың өзіне тән ерекше даусымен ән орындауы міндетті түрде халықты таңғалдырады. Осындай үлкен қошемет пен таңданысқа Димаш Қазақстанда да ие. Сонымен қатар Димаш ресейлік композитор Игорь Крутойдың сүйемелдеуімен Кремльде өнер көрсетіп, көрермендердің үлкен қошеметіне бөленді. Ал кеш жүргізушілерінен өнеріне қатысты мынадай қошемет сөз естіді. Не знаю, друзья, по-моему, сейчас на сцене Государственного Кремлевского дворца зажглась новая яркая звезда мировой эстрады. Ал қазір отандасымыз бағын ақшта өтіп жатқан The World's Best шоуында сынауда. Димаштың бұл өнеріне әділқазылар мен сарапшылар орындарынан тұрып ұзақ қошемет көрсетті. Тіпті әділқазылар алқасында отырған актер және тележүргізуші RuPaul Andre Charles әншіге мынадай ойын жеткізді. Сен өте таланттысың, бұл жерде мен құштарлықты көрдім. Сен The World's Best шоуының құрылуына себепшісің. Осылайша ерекше дауыс иесі, ал ең басы жанды дауысы ән айта алатын Димаш бүгінгі шеруімізде үздік атанып бірінші орынға жайғасты. Осымен сіз сөз ететін жұлдыздардың жұлдызды рейтингін анықтайтын култізбе тәмам. Егер өзіңіздің ұсынар бестігіңіз болса, әлеуметтік желілерде жаза отырыңыздар. Үздіктерді бірге анықтайық. Ендеше келесі кездескенше.